Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге кітап пен телефон арқылы зерттеу жобасын жүргізетін боламыз және солардың айырмашылығын тамашалаймыз. Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде сүйекші кітабын оқитын боламыз. Сіздерге 30 минут уақыт беріледі. Сол уақыт аралығында кітаппен және телефонмен оқитын боласыздар. Ендеше мен сіздерге кітапты таратып берейін. Кітабы жоқтар телефонмен оқи берсеңіздер болады, хорошо? Оқушылар 30 минут кітап оқитын боламыз деп айтқанымдай, уақыт кетті. Мен сіздерге уақытты көрсетіп қояйын. Кітапты оқып бастаймыз. Көбі оны сезбес, көрінсе де ай, күн түн екен ажырата алмай. Кездесулерден кездесулерге үлгерсең оңай, махаббаты әркез ішіне сыймай. Ендеше оқушылар, уақыт бітті. Кім неше бет оқыды, соны айтып кетсек. Алтынбек неше бет? 41-ші бет. Бегасыл сен? 40. Жанболат қанша бет оқыдық? 31. Ерболат қанша бет оқыдық? 28. Жарайсыздар. Ендеше Ерболат, сен енді өзіңнің ойыңды айтып кетсең, кітап қандай, ұнады ма? Маған кітап өте қатты ұнады. Бұл кітапта тұңғыштың, яғни оның балалық шағы және де оның дүниеден өткенге дейін күні берілген. Ол жастайынан біреудің апай сәл түсінбей қалдым мен. Ұмытып қалдыңыз ба? Ұмытып қалдым. Болды, рахмет, отыра беріңіз. Енді осы кітап туралы өзіңнің қысқаша ойыңды айтып кетсең. Бұл шығарма тұңғыштың желтоқсан айында суық түскен кезде гөр қазуымен басталады. Ол күніне 3 көрден қазып сөйтпей жүрген кезде бір күні ол гөр қазып жатып, оған бір мұртты кісі келеді, ат үстіндегі. Оған гөр қазуын сұрап береді, оның жақындағы бір өлген інісі немесе танысы болады. Сол танысы қайтыс болғаннан кейін оған гөр керек болғандықтан осы кісіге келеді. Ал тұңғыш өз кезегінде оған өзінің гөрін ұсынады, бірақ одан ол жер сәл ыңғайсыздау болғандықтан басқа жерден қазуын сұрап береді. Тұңғыш оны қазуға кірісу үшін ертеңгі күні сол кездері бір түске таман шығады. Және дәл сол түске таман шыққан кезде ол гөр қазуын бастап, дәл сол моментте гөр қазып жатып, ол құлап түседі сол гөрдің ішіне. Гөрдің ішіне, және де одан ол аяқ жақтарын жарақаттап алып, және де одан кейін басын ұрып, ол гөрді бітіре алмай қалады. Ол өзінің күніне 3 гөр қазып жүрсе де, бірақ бүгінге дәл осы күні бірде гөр қаза алмағанда сәл өкінгеннен үйіне қарап ішке қазып қайтады. Ол қанша жерден гөр қазып баса қалса да, оның ауылда абыройы болмайды. Өйткені ол гөр қазып ешкіммен араласуы болмайды. Ол Жапанда жалғыз өзі бір үйде тұрғандықтан, ол бір өз үйге келген соң, үйде сырт қар жауып, уже боран шығып бастап алғандықтан, ол уже жылынатын заттар болмайды. Сондықтан ол ендеше Бегасыл, сен жалғастырып кетсең болады, Алтынбек айтып кеткендей. Алтынбектің жалғастыратын болсам, сол тұңғыштың әкесі Қомыш ауылда не қазатын болады, құдық қазатын болады, және де ол өзі келесі көрші ауылға барып құдық қазатқан кезде оның үстінен 2 жігіт тұрып, ол кім бар деп құдыққа айқайлайды. Сол кезде Қомыш құдықтан шыққан кезде бір бала құдықтың ішіне құлап кетеді. Ол құлаған бала сол жаққа қайтыс болып, сол ертесі күні негізі ол бала үйленетін болған. Және де ол ауылдың бір байдың баласы болған, және де ол ана 2 бала оны әкесіне айтады, және де сол әкесі Қомыштан аманат сұрайды. Ал аманатқа Қомыш болса, ол жаңағы тұңғышты апарады аманатқа. Сөйтті, сол жақта қалады аманатқа. Негізі оның әкесі тұңғышты мектепке бермекші болады, ауыл медресесіндегі молдаға. Сөйтіп, сол жақта ол қап қалады, тұңғыш қап қалады. Және де ол дальше сол жақта қартайғанша тұңғыш сол жақта уже өмір сүреді, уже құл болады сол жақта. Ендеше Жанболат, сен кітапты аяқтап кетсең болады. Оқыған балалардан сұрасаңызшы. Сен оқып бітпедің ба? Әлі оқып бітпедім, мен сәл қалдым. Ендеше көріп тұрғандарыңыздай, кітапты қағаз түрінде және телефонмен оқыған оқушылардың айырмашылықтары көз алдыңызда көрініп тұр. Зерттеу нәтижесіне келетін болсақ, кітапты оқыған баланың зейіні тұрақты, ойын еркін жеткізеді және сөздерді дұрыс қолданатыны көрініп тұр. Ал телефонмен немесе гаджетпен оқыған бала өзінің айтатын сөзін дұрыс жеткізе алмай жатыр. Өйткені ол фокусы бәрібір бөлініп кеткен. Айтатын кезде де кез келген бір сөйлем болсын, өзінің ойын тұрақты жеткізіп бере алмайды. Ендеше осылай қорытындылайтын болсақ,
екі баланы салыстырмалы түрде кітап оқыған және телефонмен оқыған баланың айырмашылығы көзге бірден көрінеді.